Namaz 10. Убада бин Самит радиаллаху анхудан риваят. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай дегенін ұққам. Алла Таала 5 уақыт намазды парыз қылды. Намаз үшін даратты жақшылап алып, аны өз убағында рүкүлөрүн так аткарып, тақуашылық менен оқыған кишиге Алла Таала кечиримди убада қылған. Ал эми аны аткарбаган кишиге Алланын убадасы жоқ. Қаласа Алла аны кечирет, қаласа азаптайт, dedi. Убада бин Самит радиаллаху анхудан риваят. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай дегенін ұққам. Алла Таала 5 уақыт намазды парыз қылды. Намаз үшін даратты жақшылап алып, аны өз убағында рүкүлөрүн так аткарып, тақуашылық менен оқыған кишиге Алла Таала кечиримди убада қылған. Ал эми аны аткарбаган кишиге Алланын убадасы жоқ. Қаласа Алла аны кечирет, қаласа азаптайт, dedi. Убада бин Самит радиаллаху анхудан риваят. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай дегенін ұққам. Алла Таала 5 уақыт намазды парыз қылды. Намаз үшін даратты жақшылап алып, аны өз убағында рүкүлөрүн так аткарып, тақуашылық менен оқыған кишиге Алла Таала кечиримди убада қылған. Ал эми аны аткарбаган кишиге Алланын убадасы жоқ. Қаласа Алла аны кечирет, қаласа азаптайт, dedi. Абу Дауд.